Сәлем мектеп арнамның оқырмандары. Бүгін сіздерге өте дәмді, сонымен қатар жұмсақ болып пісетін зімбір қосылған пряниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, ал енді жасалу жолын көрсете кетсем. Арнайы ыдысқа, яғни кастрөлге қант, бал, сонымен қатар дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Оны қайнағанша дейін, яғни қантымыз ерігенше дейін баяу отта ұстаймыз. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоп-қоңыр, яғни шоколад түстес болып шығады. Массамызды жақсылап араластырып отырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін оны плитадан алып, оған сода қосамыз да жақсылап араластырамыз. Бұл массамызға сода қосқан кезде көлемі үлкейіп, және де аппақ көбікке айналады. Содан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Біздің майымыз еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқаны қосып, тез жақсылап араластырамыз. Қамырымызды илегенге оңай болу үшін массамызды бөлек ыдысқа құйып алдым. Содан кейін үстіне біртіндеп ұнды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Егер қамырымыз қолға жабысып тұратындай болса, онда біраз ұн қосуларыңызға болады, бірақ көп қосып жібермеңіздер, себебі піскен кезде пряниктеріміз қап-қатты болып шығады. Сол себепті қамырды илеген кезде жұмсақ қылып илеуіміз қажет. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Отыз минут уақытымыз өткеннен кейін қамырымызды видеодағыдай өзімізге қажетті қалыңдықта жайып аламыз. Содан кейін арнайы формалардың көмегімен өзімізге қажетті печеньелардың үлгілерін жасап аламыз. Қамырды өз қалауларыңызша жұқа, я болмаса қалың қылып жаюларыңызға болады. Мен қамырды екіге бөліп алып, екі түрлі қалыңдықтағы пряниктер жасадым. Балаларға арнап, келе жатқан жаңа жылға орай шырша түрінде пряниктер жасадым. Сонымен қатар оны M&M'стің конфеттерімен әрледім. Өте әдемі, сонымен қатар дәмді болып шықты. Солай да жасап көріңіздер. Енді осы пряниктерімізді алдын ала қызып тұрған духовкада 5-10 минут шамасында, яғни дайын болғанша пісіріп аламыз. Шынын айтсам, бұл пряниктер өте дәмді, иісі де мұрын жарады, сонымен қатар жұмсақ болып піседі. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Сіздерге жасаған рецептім ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.